Неліктен аяқтар әлсірейді және неге бұл сезім бірден емес, біртіндеп ешқандай айқын себепсіз пайда болады деген сұрақ сырттай қарағанда қарапайым сияқты көрінгенімен, шын мәнінде әлдеқайда тереңде жатыр. Әдетте адам мұны жас ұлғаюмен, шаршаумен, қозғалыстың аздығымен немесе ауа райымен байланыстырады. Бірақ ағзаның ішінде айлар мен жылдар бойы жиналатын тұтас бір баяу өзгерістер тізбегі жүріп жатады. Ең маңыздысы, бұл процестердің көпшілігі тамақтанумен тікелей байланысты. Тіпті күнделікті өмірде ол бірден байқалмауы мүмкін. Аяқтардың әлсіреуі ешқашан кенеттен басталмайды. Ағза ішкі бұзылыстарды ұзақ уақыт бойы компенсациялап отырады. Қан айналымы сәл нашарлағанда, ол тамырлардың жұмысын қайта бейімдейді. Нерв сигналдары баяу өткенде, қозғалысты бақылаудың басқа механизмдерін күшейтеді. Бұлшықеттер аз қорек алғанда, жүктемені қайта бөлуге тырысады. Мұның бәрі байқалмай өтеді. Бірақ бір сәтте компенсаторлық ресурстар таусылып, алғашқы белгілер пайда болады. Аяқтағы ауырлық, тұрақтылықтың төмендеуі, жүргенде немесе тіпті жай тұрған кезде тез шаршау. Бұл процестің басты себебі көбінесе қан тамырлары жүйесінің жағдайында жатады. Тамырлар жас ұлғайған сайын және өмір салтының әсерінен біртіндеп серпімділігін жоғалтады. Олардың қабырғалары қатаяды, саңылауы тарыла бастайды, ал жүктемеге реакциясы баяулайды. Соның салдарынан қан еркін қозғала алмайды, әсіресе дененің шеткі бөліктеріне. Төменгі аяқ-қолдар бұл өзгерісті бірінші болып сезеді. Өйткені олар жүректен ең алыс орналасқан және қалыпты жұмыс істеу үшін қан айналымының белсенділігі жоғары болуы керек. Қан ағымы нашарлаған кезде бұлшықеттер оттегіні аз алады. Соның нәтижесінде олар әдеттегі жүктемеде де тез шаршайды. Сонымен қатар қозғалыс дәлдігін және тірек сезімін қамтамасыз ететін нерв ұштарының жұмысы да әлсірейді. Бұл рецепторлар үнемі миға дененің қалпы, беткей, тепе-теңдік туралы ақпарат жіберіп отырады. Егер сигнал анық болмаса, қозғалыс координациясы біртіндеп нашарлайды, бірақ адам оны бірден байқай бермеуі мүмкін. Тамақтану бұл процестерге тікелей әсер етеді. Кейбір тағамдар тамырларды, жүйке жүйесін және зат алмасуды қолдап, ағзаның тұрақтылығын сақтауға көмектеседі. Ал басқалары керісінше, рацион бір сарынды болған жағдайда, ішкі бұзылыстарды күшейтуі мүмкін. Тамыр жүйесіне оң әсер ететін өнімдердің бірі қызылша. Оның ерекшелігі табиғи нитраттардың болуында, олар ағзада азот оксидіне айналады. Бұл зат тамырларды кеңейтуге, олардың икемділігін арттыруға және қанның еркін қозғалуына көмектеседі. Тамырлар жақсы жұмыс істегенде, бұлшықеттер оттегі мен коректік заттарды көбірек алады. Бұл олардың төзімділігі мен аяқтағы күш сезіміне тікелей әсер етеді. Сонымен қатар қызылшада антиоксиданттар бар. Олар ішкі қабыну деңгейін төмендетуге көмектеседі. Созылмалы қабыну. Тамырлар мен тіндердің жағдайын біртіндеп нашарлататын факторлардың бірі. Ол бірден сезілмейді, бірақ уақыт өте жалпы хал жағдайға, қалпына келу жылдамдығына және қозғалыс сапасына әсер етеді. Тағы бір маңызды өнім тәтті картоп. Оның құндылығы энергия деңгейін тұрақты ұстау қабілетінде. Қанда қанттың күрт көтерілуі мен төмендеуін тудыратын өнімдерге қарағанда, ол баяу сіңеді және алмасу жүйесіне артық жүктеме түсірмейді. Қант деңгейінің тұрақтылығы жүйке жүйесі үшін өте маңызды. Өйткені ол энергияның кез келген ауытқуына сезімтал. Егер қант деңгейі тез көтеріліп, кейін күрт түссе, бұл жүйке сигналдарының жұмысына әсер етеді. Уақыт өте бұл аяқтың сезімталдығына, қозғалыс дәлдігіне және дене қалпының өзгерісіне тез жауап беру қабілетіне ықпал етуі мүмкін. Аяқтар жауап беру қасиетін жоғалтып, қадам сенімсіз бола бастайды. Тәтті картоп бұл ауытқуларды жұмсартып, энергияның бір қалыпты деңгейін сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар ол бұлшықет жұмысына әсер ететін заттарға бай. Магний бұлшықеттердің жүктемеден кейін босаңсуына көмектеседі. Калий су-тұз балансын реттейді. Ал В тобы витаминдері жүйке жүйесінің жұмысын қолдайды. Мұның бәрі аяқтағы шаршау мен кернеу сезімін азайтуға көмектеседі. Әсіресе күн соңында. Жасыл жапырақты көкөністер де маңызды рөл атқарады. Олар құрамында К витаминін қамтиды. Ол ағзадағы кальцийдің дұрыс бөлінуіне қатысады. Бұл өте маңызды. Өйткені кальций сүйектінің нығайтуы керек, ал тамырларда жиналмауы тиіс. Баланс бұзылғанда тамырлар икемділігін жоғалтады. Бұл қан айналымын нашарлатады.
Сонымен қатар жасыл көкөністерде жүйке жүйесі мен миды қолдайтын көптеген микроэлементтер бар. Бұл реакция жылдамдығына, координацияға және тепе-теңдікті сақтауға әсер етеді. Дәл осы жылдам жауап беру жүйесі дененің тұрақтылығын сақтауға көмектеседі. Ал ол баяуласа, тұрақсыздық қаупі артады. Бірақ тек пайдалы өнімдерді ғана емес, керісінше жиі қолданылғанда ағзаға қиындық тудыруы мүмкін тағамдарды да ескеру керек. Мысалы, жүгері өнімдерін шамадан тыс қолдану көмірсу балансының бұзылуына және рационның бірсарынды болуына әкелуі мүмкін. Бұл маңызды, өйткені ағзаға тек энергия емес, әртүрлі микроэлементтер де қажет. Рацион тарылған сайын бұлшықет пен тамыр жұмысына қажет заттардың жетіспеушілігі пайда болады. Қант деңгейінің ауытқуы тамырлар мен нерв ұштарының жағдайына әсер етуі мүмкін. Уақыт өте бұл аяқ сезімталдығына, жүру тұрақтылығына және жалпы төзімділікке ықпал етеді. Консервіленген қызанақ та ескеруді қажет етеді. Өңдеу және сақтау кезінде пайдалы заттардың бір бөлігі жоғалады, ал тұз мөлшері көбейеді. Артық тұз ағзада сұйықтықтың жиналуына әкеліп, тамыр жүйесіне қосымша жүктеме түсіреді. Бұл аяқтағы ауырлық сезімін күшейтіп, қан айналымын нашарлатуы мүмкін. Сонымен қатар қышқылдық пен сақтау шарттары өнімнің қасиетін өзгертуі мүмкін. Сондықтан оны көп мөлшерде және жиі қолдану жаңа өнімдермен салыстырғанда ағза үшін аз қолайлы болуы ықтимал. Тағы бір маңызды жайт – қоректік құндылығы төмен өнімдер. Кейбір салат түрлері суға бай болғанымен, витаминдер мен минералдар аз болады. Егер мұндай тағамдар рационның негізгі бөлігін құраса, ағза қажетті заттарды жеткілікті алмайды. Уақыт өте бұл энергияның төмендеуіне, бұлшықет жағдайының нашарлауына, кейін қалпына келудің баяулауына және жалпы әлсіздікке әкелуі мүмкін. Тек көлеммен тамақтану әрқашан ағзаның толық қоректенгенін білдірмейді. Адам ағзасы өзара байланысты күрделі жүйе. Аяқтың жағдайы тек бұлшықеттерге ғана емес, тамырларға, жүйке жүйесіне, қабыну деңгейіне, зат алмасуға және тамақтану сапасына байланысты. Барлық осы элементтер тепе-теңдікте болса, қозғалыс жеңіл болады, тұрақтылық сақталады, және шаршау тек нақты жүктемеден кейін пайда болады. Ал тепе-теңдік бұзылғанда өзгерістер біртіндеп жүреді. Алдымен қан айналымы нашарлайды, кейін нерв сигналдары баяулайды, содан соң бұлшықеттер тез шаршай бастайды. Бұл процесс ұзақ уақыт бойы байқалмай өтуі мүмкін, тек бір күні айқын сезіледі. Сондықтан тамақтанудың маңызы өте жоғары. Ол ішкі процестерді тұрақты ұстайды, немесе керісінше олардың тепе-теңдігін бұзады. Бір өнімдер тамырлардың серпімділігін сақтап, жүйке жүйесін қолдап, бұлшықеттерді қажетті заттармен қамтамасыз етеді. Басқалары артық мөлшерде қолданылғанда ағзаға жиналатын жүктеме тудырады. Қорытындысында аяқтың жағдайы бүкіл ағзаның жалпы жағдайының көрінісі. Бұл жеке жүйе емес, күнделікті өмір салты мен тамақтануға тәуелді көптеген процестердің нәтижесі. Адам бұл байланыстарға ертерек назар аударса, қозғалыс жеңілдігін, тұрақтылықты және денедегі күш сезімін ұзақ уақыт сақтауы әлдеқайда оңай болады.